денені шелікке ілемін. Сөйтем да ана ауадағы кездегі дененің несін өлшеп аламыз? Күшін өлшеп аламыз. Да, күшін өлшейтін құрал динамометр, иә? Енді қараймыз. Қазір қозғалғанбыз. Енді жүреміз. Қазір шөлді шелік. Салоннан альпинат шелік ішіне. Суды батырамын. Дене батты, иә? Кез келген сүйек дененің қысымы қай жерде көп болсын? Төменде. Енді қараңыз. Қаншаға кетті? Динамометр көрсету. Бір, иә? Жаңағы қалпына қайтадан келді. Енді біз бұдан қандай күшті айтамыз? Керек етеріш күш қалай бағытталады екен? Жоғары қарай. Енді мен жаңа атқан суды мынаған құйған кезде жаңағы архимед күшімен ығыстырушы күшін не істедім? Теңесіз. Түсініп балалар? Енді осыған қарапайым. Мына жерде 3 жұмыртқасы, 3 тұста суды, тұзды. Енді осы жасаған кезде біреуі батады, біреуі бетінде қалқып жүреді, біреуі ортасында жүзіп жүреді. Неге? Біз бұл жерде екі күшті қарастырамыз. Біреуі ауырлық күш, екіншісі архимед күші. Ауырлық күші қалай қарай бағытталады? Төмен қарай. Бұл жерде балалар, архимед күші мен ауырлық күші тең. Екеуі тең болған кезде кез келген зат судың түбіне қарай батып кетеді. Түсіндік па? Мына жерде жазамыз. Архимед күші және ауырлық күші. Қандай жағдайда? Бұрын 287 жылы дүниеге көзіңнен көресің, бірақ қолыңмен ұстай алмайсың. Қандай тыстанда су құймайды? Стаканнан суды ішіп қойсаң ішінде не қалады?